Сәуірбек Бақбергенов, қасиет. Маңдайымнан шертеді деп ойламаған Тоты әжем екеуміздің арамызда болған болмашы оқиға әлі есімде. Мен өзімнен үлкен талай адамнан сөз естідім, шапалақ жедім. Шынымды айтсам, оңбастай соққыда көрдім. Соның көп-ақ естен шығып, із-түзсіз кетті. Ал мына оқиға естен кетер емес. Мұның себебін көп ойладым. Неге бұлай? Қайта жақын адамнан, жақсы көретін жаннан естіген сөз, жеген таяқ жадыңнан тез шықпай ма? Тіпті осы жайлы енесі тепкен құлынның еті ауырмас дейтін белгілі мақал да бар ғой. Алматыда оқып жүріп, ауылды ойлағанда, алдымен есіме әжем, артынша осы оқиға түседі. Неге бұлай деп көп ойладым. Тоты әжем мейірімді, балажан болатын. Немерелеріне де, көрші үйлердің балаларына да қатты дауыс көтеріп жекмейтін, қол жұмсап, шапалақ соғуды да білмейтін. Немерелерінің ішіндегі ерекше еркелеткені, бауырына өскені мені тым жақсы көруші еді. Содан да болар, ол маған ақ жарқын, қайырымы мол, мейірі теңіздей тұнық болып көрінетін. Қалың, әжім басқан қара көзінің оты қайта бастағанына қарамастан, көз шарасынан мейірім сәулесі, ана жүрегінің алтын нұры шапақ шашып, менің бүлкілдеп соққан кішкене жүрегіме қуатын құйып, нәр беріп тұрғандай болатын. Мен оны ауызбен айта алмастай, ерекше парасаты үшін, жұп-жұмсақ, масатыдай қоңыр даусы, асықпай айтатын әуенді үні, әсіресе маған деген әжелік үлкен махаббаты үшін сүйуші едім. Біз екеуміздің арамыздағы оның әжелік сүйіспеншілігі, менің оған деген немерелік ықыласым ерекше сәндеді. Бұл оған да, маған да қуат беретін. Ал осындай адам бір рет, бар болғаны бір рет, өзіне ғана тән емес, дауыспен өмірінде бірінші рет маған мәні түсініксіздеу, жалғыз ауыз сөз айтқан екен. Онда тұрған не бар? Егер соны оқиға деп айтқан болсақ, әлгі оқиға былай болған еді. Жазғы тұрым кез болатын. Өзіммен бірге оқитын балалармен жол жөнекей ойнадым. Күн батқанша ойнап, үйге апақ-сапақта бірақ келдім. Бет-аузым кір қожалақ, үсті басым шаң тозаң. Оның үстіне қарным әбден ашқан. Портфелімді жерге сүйрете-мүйрете келіп босағаға лақтырып тастап, жан-жағыма қарадым. Үйдің іші жым-жырт. Әжем жіп сабақтап отырса керек. Қоңыр қозым, қартайған кезімдегі көзім, деп бетіме күле қарады да, беті қолыңды жу, үстіңді қақ, содан соң тамақ берем, деді. Тамақ деген сөзді естігенде өңешім құрғап, ішім құрылдап сала берді. Қарнымның қатты ашқанын жаңа білдім. Далаға қайта шығып, үстімді қағып, беті қолымды жууға шыдамым жетер емес. Қайта-қайта жұтына берем. Міне тамаша. Ауызғы бөлменің бұрышында қақпағы ашық бір қазан тұр. Қазан сүт тұр екен. Орнымнан қозғала беріп, көп күнбек сия жұққан, оған шаң топырақ жабысқан кір-кір саусағымды қаймаққа бүре салып аузыма сала бастадым. Аузыма қаймақтың тәтті дәмі барды. Жып-жылы сүт тамшылары бір жағынан езуімді бойлап, тамағымның сыртынан мойныма құйылды. Осы кезде әжем ту сыртымнан кеп, «Қасиетсіз!» деді. Маған өмір бойы күліп тұратындай көрінетін әжемнің көзінің шарасына бір сәт ашу оты ойнап шыға келді де қайта сөнді. Мен сыртқа шығып кеттім. Киімімді қағып та, бет қолымды жуып жатып та, ойлаймын, жаңа ғана қоңыр қозым деп отырған әжем қатал дауыспен маған түсініксіз жат бір сөз айтты. Не деп еді? Иә, ол маған қасиетсіз деді. Бұл не сөз екен? Не деген екен? Не де болса бұрын естімеген сөз. Сонымен не керек? Әжем мен түсінбейтін бір сөз айтты.
бар болғаны міне осы ғана. Не көп, өмірдің жұмбақ сырлы жайлары көп. Өмір сыры теңізден терең, таудан биік. Өйткені өмірді жасаушы, көркейтуші, құдіреті күшті адам. Менің әжем сол адамның, көпті көрген, көңілі ашық, оқымаса да тоқыған адамның бірі. Мен түсінбес жай, қасиетсіз дегені несі? Әлде осы бір түсінбейтін сөзді айтып, осы жайды естен кетпестей етейін деді ме екен? Болмаса, түсінікті құлақ үйренген сөзден гөрі түсініксіз сөзді әдейі жанға батыру үшін айтқан шығар. Артынша жуынып үйге келдім. Әжем маған қаймақты жылы сүт берді. Тойып алған соң бәрі де ұмыт болды. Мен бұрынғыша әжемнің қолтығына кіріп, етегіне оралып ойнап кеттім. Бұдан кейін әжем екеуміздің арамызда мұндай жай болған жоқ. Бірақ неге екені белгісіз, есейген сайын әжем айтқан жалғыз сөз жадымнан шықпай қойды. Арада көп жыл өтті. Алматыда оқу бітіріп үйлендім. Тұңғышым бар. Кейде ауылды ойлаймын. Алдымен есіме тота әжем, артынша баяғы сөзі есіме түседі. Ауылға барсам, әжеме көзінің тірісінде шөбересін көрсетсем деймін. Аңсаған ауылыма да келдім. Ең алдымен әжеме сәлем бердім. Айналайын қоңыр қозым, қоңыр байым, дейді әжем менің маңдайымнан иіскеп. Иісің әлі бала күнгі тәрізді. Күн иісің шығады, сүт иісің шығады. Балаңның да, келіннің де, өзіңнің де жастарың ұзақ болсын. Әжемнің оң жақ тізесін ала отырдым. Ол шөбересін қолына алып, бауырына басты. Өзімнің жас кезімдегім есіме қайта түсті. Артынша баяғы сөзі де ойыма сап ете қалды. Әрине, бұл кезде ол сөздің мәнін жақсы түсінем. Бірақ бұны әбден қиналғанда, басқа сөз табылмай қалғанда, ыза болғаннан айтылатын ерекше ауыр сөздей көріп, ешкімге айтқан емеспін. Ең алғаш әжем аузынан естіген сол сөз мен үшін ауыр да, асыл да, құдіретті де, әдемі де сөз еді. Бір жағынан жастығымды еске түсіру үшін, екінші жағынан әжемді сөзге шақырып көңілін көтеру үшін баяғы қаймақ, қасиет оқиғасын есіне салдым. Әжем мырс етіп күліп қойды. Қоңырым-ау, әлі ұмытпай жүр екенсің ғой. Өмірде сізден естіген жалғыз ауыр сөз болған соң, сірә ұмытамын ба? Сонда қалай? Кек тұтып па, әлде ақыл тұтып па? Алдымен кек тұттым. Артынан есім кірген соң ақыл тұтып сақтадым. Дұрыс, дейді әжем. Дұрыс, уәжің орынды. Алдымен кек, намыс тұтпасаң, ол сенің есіңде қалмаста еді. Есейгенде ақыл тұтуың, білгендігің. Қасиет деген үлкен сөз. Қасиет деген сөздің өзі асыл, қасиетті сөз, мағынасын дұрыс ұғыпсың. Сенің қасиетті адам болуыңды тілегендіктен айтылған ауыр сөз еді. Сол ауыр сөз саған құдіретін тигізген көрінеді. Қасиетің мол жігіт болғаныңа қуанамын. Мен той бастаған ақын да, топ бастаған батыр да, сөз бастаған шешен де емеспін. Бірақ өз білігім, өз түйгенім бар. Әжемнің сөз еді деп айтар жүрерсің, мына сөзімді ұғып ал. Бал болмаса, ара қасиетсіз, жанбай қалған шала қасиетсіз, өнерсіз болса, бала қасиетсіз, әділетсіз болса, дана қасиетсіз, әшісіз болса, тұз қасиетсіз, ұятсыз болса, қыз қасиетсіз, көк шықпаса, жер қасиетсіз, өз ойы болмаса, ер қасиетсіз, жігері болмаса, жігіт қасиетсіз. Әжем сөзін доғарды. Мен жазып та үлгердім. Екеуміз де үнсіз қалдық. Байқаймын, әжем мені ойлантып, әлгі сөздің мәнін ұқсын деп отыр. Тамсанып мен отырмын. Баяғы қаймақтың дәмін тамсана жұтқандаймын. Қоңырбайжан, деді әжем әлден уақытта. Қасиет деген осындай ұлы сөз.
Әжем сөзін бітірді. Мен қасиет деген сөздің нағыз мәнін қайта ұққандаймын. Барлық қасиет ең алдымен осы әжемнің өн бойында ма деп ойлаймын. Әжем, аналық қасиетіңе бас иемін деп ішімнен ойлап отырғанда, шынында да алдына басымның иіліп кеткенін сезбей қалыппын. Әжем иілген басымды құшағына алып, маңдайымнан иіскеді де, баяғы әдетінше, «Қоңыр қозым» деді.